Назар аударыңыз, балалар. Жедел профилактикалық шарасы Риддерде айдың соңына дейін өтетін болады. Акцияны Риддер станциясының желілік полиция бөлімінің қызметкерлері ұйымдастырып отыр. Бүгін жедел профилактикалық шарасының аясында темір жол вокзалында нөмірі 1 мектеп лицейінің 5 сынып оқушылары болып қайтты. Балаларға темір жолдағы қауіпсіз жүріп тұру ережелері жайлы айтып, тақырыптық парақшаларын тапсырды. Өскемен 1 станциясының желілік полиция бөлімінде аумағында 24 және 30 қыркүйек аралығында назар аударыңыз, балалар жедел профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Іс-шараның басты мақсаты кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер арасында орын алатын құқықтық бұзушылықтардың алдын алу және темір жол аумағында жасөспірімдердің қауіпсіздігін сақтау, қауіпсіздік ережелерін жеткізу. Сол себепті бүгін міне 24 қыркүйек 2023 жылы темір жол өкілдерімен және Риддер қаласы бойынша білім бөлімінің нөмір 1 мектеп лицейі оқушыларымен бірлесе отырып, темір жол объектілеріндегі қауіпсіздік ережелері туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Өскемен 1 станциясының желілік полиция аумағында жылдың басынан бері 58 шұғыл тежеу фактілері тіркелді. Атап өтсек, оның ішінде Риддер станциясының желілік полиция бойынша барлығы 158 адамға темір жолда белгіленбеген жерден өткені үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды. Темір жол маңында және мал жаю ережелері бұзу бойынша 43 фактісі тіркелді. 15 фактісі адамдардың белгіленбеген жерден өткені үшін орын алған болатын. Оның ішінде 2 фактісі жылжымалы құраманың адам басып кетуі бойынша 2 жағдайда адам өліміне алып келді. Алдағы уақыттарда осындай оқиғаларды болдырмау мақсатында аптаның әр бейсенбі жұма күндері Риддер станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлерімен профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп отырылады.